ақсақалдар. Құрметті ағайын, құрметті асқа қатысушылар. Бүгінгі сіздермен сөз еткелі отырғанымыз Жаманбайұлы Жауғашты бабамыз туралы болмақ. Жауғашты бабамыз кім болған? Ол кісі қай жерде, қай ғасырда өмір сүрген? Халқына қандай еңбегі сіңген? Осы туралы әңгіме қозғамақшымыз. Жауғашты бабамыз 17 ғасырда өмір сүрген Қоңырат тайпасының жауға шапқандағы ұран болған Алатау батырдан бата алған. Әкесі Жаманбаймен бірге жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте біріккен қазақ қолдарының құрамында ту көтерген батырлардың бірі. Түркістан қаласын жоңғарлардан қорғауда ерлігімен көзге түскен. Әкесі Жаманбай батыр 1643 жылы қазақ ханы Салқам Жәңгірдің әскері құрамында қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы азаттық соғысында алғашқы рет жеңіске бастаған бетбұрысты оқиғалардың бірі Орбұлақ шайқасына қатысқан тарихи тұлғалардың бірі. Жауғашты бабамыз қазіргі Отырар ауданы Балтыкөл ауылынан оңтүстік шығысқа қарай 60 шақырым шамасындағы Жауғашты құдық деп аталатын жерде жерленген. 2009 жылы Жауғашты рубасы Әбіләш Айдарбековтің ұйымдастыруымен бейітіне ескерткіш тақта қойылды. Ал 2017 жылы Майдамтал қазіргі Сауран ауыл округі Қаражон ауылында Батыр бабамыздың атында мешіт салынды. 2022 жылы тамыз айында Түркістан қаласында Батыр бабамызды мәңгілік еске қалдыру мақсатында кесене, яғни Жауғашты Батыр тарихи мәдени кешені ашылды. Түркістанда Жауғашты Батыр тарихи мәдени кешені ашылды. Аталған нысанның құрылысы жұмыстары наурыз айында басталған болатын. Аумағы 1200 шаршы метрді алып жатқан саябақтың салынуына 32 миллион теңге жұмсалған. Мәдени кешенде саябақтан өзге арнайы мұражай орналасқан, онда әртүрлі рудың шежірелері мен тарихи кітаптар қойылған. Бұл кешен тек қана жаңағы батыр ұрпақтарының баратын жер емес, бүкіл осы Түркістан қаласының туризмнің дамуына үлес қосатын кешен деп ойлаймыз. Осында Құлай ата мешіті орналасқан. Құлатай ата мешіті. Осы комплекс бір-бірін өзі толықтырып тұр. Тарихымыз қайта жаңғырылып жатыр. Бұның ең мықтысы артымыздан ерген ұрпаққа үлкен тәрбие беру. Қазақ негізі ұруға бөлінбейді, ұрудан құралады деген сөз бар ғой. Сондай бір ұрудың атақты батыры ел үшін, жұрт үшін күрескен, әділеттік үшін күрескен. Ал енді бұл кесененің ашылуы артымыздан ерген ұрпақтарымызға үлкен тәрбиелік мәні бар. Біздің артымыздан ерген ұрпақтарымыз осыларға қарап бой түзейді. Өткен ата-бабасын есіне алады. 2022 жылы Жаманбай ұрпақтары Құрбан ата, Жауғашты ата, Ноғай ата, Қира, Шоқпалы аталар болып, бабасы Жаманбайдың басына Қарт Қаратаудың биігіндегі Жамантас асуында ескерткіш тақта орнатты. Әр рудың өзінің тегі, шыққан тарихы, шежіресі болады демекші. Жауғашты шежіресі 2013 жылы жеке кәсіпкер, әрі сол кездегі ру басшысы Әбіләш Сұлтанұлы Айдарбековтің демеушілігімен баспадан шықты. Ал шежіренің авторы белгілі журналист, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Ордабек Шаяхметов ағамыз сол кезде сол кітапты баспадан шығарған болатын. Жауғашты бабамыз туралы сөз қозғағанда, оның ұрпағы Беласар атамыз туралы сөз айтпай кетуге болмас. Беласар атамыз заманында 300-ге аты мәшһүр үлкен мемлекет қайраткері, қатарлы белгілі адам болған екен. Ол кезде 3-4 жылда бір рет 300-дің сезі секілді алқалы
жиын өткізіліп тұрады екен. Онда өткен 2 съезд аралығындағы жинақталған жер дауы, мал дауы, құн дауы, жесір дауы секілді түрлі даулар қаралатын болыпты. Бұл дауларды қарау үшін әр жүзден 2-2-ден даугер талапкер шығып, талқыға салынып отырған даулы мәселеге байланысты бір-бірімен айтысады екен. Бұл айтыс тартыс 300-дің 3 би алдында болып, олардың шешіміне төбе би төрелік жасайды екен. 300-дің дауына сондай төрелік айтатын төбе бидің бірі Беласар бабамыз болған екен. Беласар бабамыз Қоқан хандығы тұсында ханның Түркістан мен Жаңақорған өңіріндегі халықтан алым салық жинау жөніндегі жауапты өкіл болған екен. Бірде үстінен арыз түсіп, Құдияр ханға бұл оқиға 1845-1875 жылдар болған, Құдияр ханға шақырылған екен. Арызда Беласардың өзінің қызметтік міндетін атқару кезіндегі кейбір белден басқан асыра сілтеушілері жайлы сөз болған ұқсайды. Соған орай хан Беласарды қабылдар алдында ашуға тығылып, қабағынан қар жауып отырса керек. Бірақ Беласар кіріп келгенде, осының бәрі жайына қалып, құрақ ұшып, жылы шыраймен қарсы алыпты. Хандық қаһарына мініп, ұрса жөнелудің орнына менен не тілегің бар деп сұрапты. Сонда Беласар да іркілместен тақсыр хан ием, інім Томанға қарнақты елік жасауға, маған Түркістан маңындағы ұраларды басқаруға беріңіз деген екен. Болсын айтқаның деп сонда хан Беласардың бұл тілегін бір ауыз сөзбен бітіріп. Беласар кеткен соң ханның қасындағы уәзірлері: «Оу, хан ием, мұныңыз не? Беласарды жазалаудың орнына бар тілегін орындап, арқасынан қағып, шығарып салғаныңыз қалай?» депті. «Өйтпегіме болмады» депті сонда хан. Мұнысының себебін түсіндіріп, Беласармен сөйлесіп отырған кезде оның екі иығынан тістерін ақситып, өзіне тап беріп, атылғалы тұрған екі жолбарысты көргенін айтыпты. Менің де жолбарысым бар еді, бірақ ол Беласардың жолбарысына қарсы келе алмады, қашып кетті деген екен. Қазіргі таңда сол Беласар бабамызды ел есінде қалдыру мақсатында Жаңақорған кентінде Қойлақы ата мешітінде ескерткіш кешені салыну үстінде. Кезінде Ресейдің жергілікті әкімшілігінде қызмет жасаған өз халқының обал сауабына қарап, асыра сілтеушілікке жол бермей, Ресейдің әулие Станислав ленталы күміс медалы наградасына ие болған қазақтың лауазым егелерінің бірі Қоңыраттың Жауғашты руынан шыққан Құдас Күлкеұлы болған екен. Құдас аты 300-ге мәшһүр датқа болған. Көнекөз қариялардың айтуынша, Құдас датқа шамамен 1840-1915 жылдары аралығында өмір сүрген. Түркістандағы Әзірет Сұлтан кесесіне жерленген. Және де бұл Жауғашты бабамыздың ұрпақтарының ішінде біраз азаматтарды айтпай кетпеске болмас. Солардың ішінде Жауғаштылардың елге танымал ақсақалдарының бірі Дүйсен Қайыпұлы. Дүйсен Қайыпұлы Түркістан ауданындағы Құсшы колхозында туылып, балалар үйінде тәрбиеленген екен. Мәскеудегі Ломоносов атындағы университетті бітірген, физика, математика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ ССР-ның ғылым академиясы корреспондент мүшесі. Өмірінің соңғы жылдары Алматыдағы ядролық физика ғылыми зерттеу институты директорының орынбасары міндетін, кейін директордың міндетін атқарған. Сол сияқты Жандар Досболов Алматыдағы ауыл шаруашылық институтын инженер мамандығы бойынша бітірген. Қазақ ССР ауыл шаруашылық министрлігінің бөлім меңгерушісі, Қазақ ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу институтының директоры болып істеген. Жауғашты руының шежіресін алғаш жинақтап, қол жазба түрінде кітапша етіп шығарушы. Сол секілді Исламбек Байырханұлы Жауғашты руынан шыққан ел басшыларының бірі.
Ташкент ауыл шаруашылығы институтын бітіргеннен кейін 1967-1970 жылға дейін Созақ ауданының ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы, 1976 жылдан 1980 жылға дейін халық депутаттары Қызылқұм аудандық советі атқару комитетінің төрағасы болып істеді. Еңбек қызыл туы, құрмет белгісі ордендерімен марапатталған. Сол секілді Нышан Айдар Қажыұлы Ташкент қаласындағы Орта Азия мемлекеттік университетіне оқуға түсіп, одан кейін Мәскеудегі Ломоносов атындағы университетке ауысады. Мырзашөл өңірін игеруге араласып, Киров каналын қазуда белсенді қызмет атқарады. 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысына қатысады. Соғыстан оралған соң аудандық атқару комитетінің жауапты хатшысы болып істеп, 1992 жылы қайтыс болды. Сол секілді Мүтәліп Абуов Южграждан проект мемлекеттік жобалау институтында қатардағы инженер, бас инженер, институт директоры болып істеген. 1994 жылы осы институттың президенті болып сайланады. Шымкент қаласындағы сәнді ғимараттар Шымкент, Ордабасы, Достық қонақ үйлері, Қазығұрт, фосфоршылар, машина жасаушылар, мәдениет сарайлары, диагностикалық орталық, Қазақстан кинотеатры, облыстық саяси ағарту үйі ғимараттарын салуға тікелей атсалысқан азамат. Түркістан, Шымкент қалаларының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының құрметті құрылысшысы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Әрине, бұл тізімді жалғастыра беруге болар еді, бірақ оған уақыт өте қысқа. Дегенмен еліне, халқына қызмет жасап, абыройға ие болған Өскенбай Құлатайұлы, Әбдікамал Әшімбеков, Ордабек Шаяхметов, Мұса Өтемісов, Бегмаш Тұрдиев, Болат Жүнісбекұлы, Амангелді Міндетбаев, Мархабай Керімбекұлы, Әмірбек Орынбекұлы, Омархан Беркімбаев, Сырбек Кәттебеков, Жақсан Даханов, Шотай Көбейұлы сияқты және басқаларды айтуға болар еді.